Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Қорқынышты түс көрмеген адам жоқ шығар. Жоғарыдан құлап түс көрген шығарсыз, түсіңізде жай көрген шығарсыз, адамға өлтіртіп те түс көрген шығарсыз. Бірақ түсіңде не болса да бәрібір ғой, өйткені шын өмірде саған ешқандай зиян тимейді. Бірақ бүгін мен сіздерге айтатын кинода түсіңде өлетін болсаң, шын өмірде де өліп қаласың. Бүгін біз сіздерге 1984 жылы түсірілген «Кошмар на улице Вязов» киносының қазақша негізгі желісін айтамыз. Және де достар, мен сіздерге өте қызықты арнаны таныстырмақшымын. Бұл біз арнасы. Бұл арнада өте қызықты видеолар шығады. Топ және факты, қазіргі өзекті мәселелер және де саяси видеолар, өте қызықты видеолар шығады. Бастысы, видеоның сапасы өте керемет. Тіркеліп көрсеңіздер өкінбейсіздер. Бұл арнаны қарап кетуді ұмытпаймыз. Төмендегі сілтеме бойынша кіріп, міндетті түрде қарап кетеміз. Кино бір белгісіз құбырда адасып жүрген Тина деген қыздың оқиғасымен басталады. Ол қыз жүріп келе жатып, қараңғы бір бөлмеге келгенде, сөйтсе, әлгі оқиғаның бәрі түс екен. Бірақ неге екені белгісіз, түсінде жыртылған киімі өнінде де жыртық болады. Ертеңінде біз киноның басқа кейіпкерлерімен таныс боламыз. Әлгі Тина деген қыздың жігіті Рот, және құрбысы Нэнси, және Нэнсидің жігіті Глен. Гленнің рөлінде біз жақсы білетін әлемге танымал актер Джонни Депп 21 жасында ойнаған екен. Джонни Депптің бұл рөлі оның карьеріндегі алғашқы рөл екен. Сол түні Нэнсидің үйінде ата-анасы болмағандықтан, Глен, Тина екеуі Нэнсидің үйіне қонбақшы болады. Содан Тина мен Нэнси әңгіме барысында екеуі де кеше бірдей қорқынышты түс көргенін біледі. Сол кезде аяқ астынан даладан біртүрлі дауыс шығады. Достар, тексеруге барса, әлгі Тинаның жігіті Рот қалжыңдаған екен. Рот пен Тина кішкене ренжісіп қалған екен. Сол түні олар қайтадан татуласып, түнге таман ақырын патата болып жатса, Нэнси мынандай нәрсені көреді. Түн ортасында біраздан кейін Тина біртүрлі бір дауысты естіп далаға шығады. Мынандай қараңғыда, далада біртүрлі дауыс шықса, өзің жалғыз мынандай киіммен не істеу керек? А жауабы, тып-тыныш төсекте жата беру керек. Б жауабы, қараңғы бүжай шығып қалуы мүмкін жерге жынды адам құсап бару керек. Әрине достар, Б жауабы, дұрысы Б жауабы. Сіз А деп ойладыңыз ба? Теріс ол. Осылай біз киноның басында шығатын қаншер Фредди Крюгердің түрін анық көреміз. Ол кездерде компьютерлік графика дами бермегендіктен, бұл жердің түсірілімін былай жасаған. Фреддидің ұзын қолын екі адам екі жағынан төбеден балық аулайтын қармақтармен іліп тұрған екен. Сөйтіп Фредди Тинаны қуа жөнеледі. Әрине, бұның бәрі Тинаның түсінде болып жатыр. Ал оның önінде Рот оянып кетеді. Рот оянып қараса, Тинаның барлық денесі тілініп, әуеге қалықтап өледі. Рот бұл көріністі көргеннен кейін есі шығып қашып кетеді. Ертеңінде полицейлер бұл іске 100% Рот кінәлі деп ойлайды. Және бұл қылмысты зерттеп жатқан полицей Нэнсидің әкесі, және ол Тина мен Роттың ренжісіп жүргенін біліп қояды. Олар соғыршама ренжіскен жоқ еді ғой. Мүмкін саған бұл қылмыс соғыршама маңызды емес шығар. Тоқта, мен әйел адамның даусын сау жатыр екем ғой. Ойбай, кешіріңіздер достар. Олар соғыршама ренжіскен жоқ еді ғой. Мүмкін саған бұл қылмыс соғыршама маңызды емес шығар. 15 жастағы Тина Грейдің өліміне оның жігіті Рот Лейз күдікті болу үстінде. Тоқта. 15 жаста? 15 жаста? Немене, 80 жылдардың балары осындай кәрі көрінген ба не? Ё-майо. Сөйтсек, бұл рөлде ойнаған актриса сол кезде 23 жаста болыпты. 23-тегі қызға 15-тегі қызды ойнатқан ғой. Ё-май, қуады. Ертеңінде Нэнси мектепке бара жатқанда, Рот ағаштардың арасынан шығып келіп, Нэнсиге Тинаның өліміне менің еш қатысым жоқ деп шындықты айтып жатса, полицейлерге ұсталып қалады.
Нэнси сабаққа барып, класста ұйықтап қалады. Әрине сөйтіп түс көріп кетеді. Егер осындай бүжай сені шақырса, не істеу керек? А жауабы: тып-тыныш бір орында отыра беру керек. Б жауабы: бәле іздеп, сені өлтірге жүрген бүжайдың артынан еріп кету керек. А деп ойлайсыздар ма? Жоқ, қателестіңіздер. Б достар, Б ғой, ойлансаңыздаршы, бүжайдың артынан еріп кетпейміз ба? Әрине, сөйтіп Нэнси бәле іздеп Фреддимен кездеседі. Одан өлуге таяп, әйтеуір деп жатқан кезде қолын күйдіріп оянып кетеді. Әрине, түсіндегі жарақат өнінде де бар. Нэнси Родқа барады. Сол кезде Род өзінің көрген қорқынышты түсін айтып береді. Менің түсіме бір жігіт кірді. Оның қолдары өте әдемі. Достар, бұл шын. Мені өтірік дубляж жасап қойды деп ойламаңыздар. Шынымен де осы кинода осы жерінде осылай айтады. Оригинал нұсқада дәл осылай айтады, достар. Білмеймін, не үшін осылай айтқызған. Әйтеу күлкілі. Содан бастап Нэнси ұйықтамау керек деп, көптеген дәрі-дәрмекті ішіп, азаннан кешке дейін қорқынышты киноларды көреді. Біраздан кейін Нэнси ұйықтап кетіп, Фреддидің Родты өлтіргелі жатқанын көреді. Біраздан кейін Фредди Нэнсидері қуа жөнеледі. Және дәл Нэнсиді өлтіре бергенде оятқыш шырылдап Нэнси оянып кетеді. Сөйтіп ол Гленді ертіп Родқа келеді. Бірақ ол кезде Родты әлдеқашан өлтіріп тастапты. Әрине, хоррор кинолардағы жартыбас полицейлер ол өз-өзіне қол жұмсады деген қорытынды шығарады. Род өлгеннен кейін Тинаның қылмыстық ісі тоқтап, Нэнсиде еш амал қалмайды. Сөйтіп ол Фредди Крюгер жайлы ата-анасына айтады. Сол кезде Нэнсидің анасы Нэнсиді дәрігерге көрсетеді. Олар Нэнсидің ұйықтаған кезінде жағдайы өзгеретін көреді. Және Нэнси оянғанда Фредди Крюгердің тымағын қоса алып келген екен. Және тымақтың артында Фред Крюгер деген аты бар екен. Достар, қызықты факт. Негізі Фред деген есім режиссер Вес Кровеннің кішкене кезінде Веске әлімшеттік жасайтын баланың аты екен. Кішкене кезінде Вес үнемі сол баладан таяқ жейтін болған. Сондықтан ол баланы өте қатты жек көрген. Сондықтан маньякқа Фред деген атты берген екен. Және де Фреддидің тымағы Вестің кішкене кезінде пәтерінде тұратын шалдың киетін тымағының стилінде жасалған. Вес бұл шалдан қатты қорқатын болған. Неге екені белгісіз өте сұсты шал болған екен. Сондықтан қорқынышты кейіпкерге осы мынандай тымақты кигізген. Жалпы Вес өзінің бала кезінде қорқатын қорқыныштарынан осы маньякты жасап шыққан. Және де Фреддидің атақты бұл пышақ қолғабын мысықтың тұяғына қарап жасаған екен. Бірақ негізінде кино авторлары өте бір қорқынышты, сұмдық, үлкен қару жасамақшы болған, бүйтіп қолға ұстайтын балға секілді, балта секілді. Бірақ оған ақша жетпей қалған. Ақша өте аз болғандықтан кішкене ғана шығын шығатын осындай сұмдық қару ойлап тапқан. Ертеңінде таңертең Нэнси үйге келсе, Нэнсидің анасы барлық терезені темір тормен торлап тастаған екен. Және ол Нэнсиге Фредди Крюгерді танитынын айтады. Көп жылдар бұрын бұл қалада Фредди Крюгер деген қаншер маньяк болған екен. Ол көптеген балаларды өлтірген. Бірақ заң жүзінде оны маньяк екенін дәлелдейтін ешқандай айғақ болмағандықтан ол жазасыз жүре берген. Ал балаларынан айырылған ата-аналар қатты ашуланып, бәрі бірігіп, сол Фредди Крюгерді жабылып, өртеп жіберген екен. Бұны естігеннен кейін Нэнси Гленге қоңырау шалып, түсінде Фредди Крюгердің тымағын әкелген секілді, оның өзін шын өмірге әкелу жоспарын айтады. Және мүлдем ұйықтауға болмайдың ескерте кетеді. Бірақ Глен бұның бәріне пысқырып та қарамай ұйықтап қалады. Қызықты факт, достар, бұл жердің түсірілімін түгелімен тоңқайған сахнада түсірген. Яғни бұл жердегі жоғарға шашылып жатқан қан негізі жоғардан төменге ағып жатқан қан.
Нэнси Гленнің өліміне күйсініп, әкесіне қоңырау шалып, дәл 20 минуттан кейін есікті сыртынан шағып кіріңіз деп айтады. Сөйтіп ол Фреддиді ұстау жоспарын іске асыруға кетеді. Бірақ ең қызығы, Нэнси 20 минуттың ішінде Фредди Крюгерге сомдық инженерлік тұзақтарды құрып, мамасымен өсек айтып үлгереді. Мынандай болғанда, менің 2 күн дайындайтын видеомды бұл 5-ақ минутта дайындағай тұр ғой. Осылай Нэнси оятқышты таймерге қойып, ұйықтап, түс көріп кетеді. Әрине, Фредди Крюгер мен Том мен Джерри ойынын ойнайды. Әдеттегідей дәл өлуге таяғанда оятқыш пыжылдап оянып кетеді. Фредди Крюгер Нэнсидің тұзағына түседі, бірақ Нэнсидің әкесі келмей қояды. Нэнси әрінде Фредди Крюгерді өртеп жібереді. Сол кезде полицейлер келеді. Әкесі келгенде Фредди Крюгер әлде қашан мамасын өлтіріп тастапты. Бөлмеден әкесі шыққаннан кейін Фредди Нэнсиді қорқытпақшы болып шығып келсе, Нэнси Фреддиге: «Мен сенен мүлдем қорықпаймын, кет жар, қисық бет» деп теріс қарап тұрып алады. Сол кезде Фредди өліп қалады. Өйткені Фредди адамдардың қорқынышы арқылы күш алатын бүжәй. Егер адамдар одан қорықпаса, ол өліп қалады, не болмаса кішкене болып қалады, әлсіреп қалады. Не болса да оған жақсы нәрсе болмайды. Сөйтіп бәрі бітті, мұңлы аяқталды деп тұрсақ, аяқ астынан бәрі жақсы болып кетеді. Өліп қалған Нэнсидің мамасы, Нэнсидің достары бәрі тірі болып шығады. Сөйтсек, әлгі барлық оқиға жай ғана түс болып шығады. Бақытты аяқталу деп ойласақ, кино бізге атаңның басы дейді. Бұл кино бізге хоррор әлеміндегі танымал маньяк Фредди Крюгерді алғаш таныстырды. Сөзсіз, Фредди Крюгер өте танымал кейіпкер. Ол көптеген бейне ойындарда, көптеген киноларда, көптеген анимацияларда шығады. Өте танымал маньяк. Бұл маньякты алғаш осы кинодан шығарған. Ойлап қараңызшы достар, бұл кино 1984 жылы түсірілген. Өте сапалы, өте ерекше. Қазіргі хоррор кинолардан мүлдем қалыспайды. Менен 21 жасқа үлкен бұл кино. Ал достар, осылайша бүгінгі біздің видео аяқталды. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басамыз, арнаға тіркелейміз, және мына жаңа шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Және де өз пікірімізді комментарияға қалдырамыз.